Сәлем көрермен. 10 серия басталмай тұрып, саған алғыс айтқымыз келіп тұр. 4 жыл, 3 маусым бойы бізбен болғаныңа үлкен рахмет. Сенің арқаңда 100 000 оқырманға жетіп, күміс кнопка алдық. Соған рахмет. Және де сенің арқаңда миллион оқырманға жетіп, алтын кнопка алдық. Оған да көп рахмет. Біз сені жақсы көреміз. Иә, мен де осы сериалдың режиссер-продюсер ретінде сіздерге үлкен алғысымды айтқым келіп тұр. Мені мүмкін танымайтын шығарсыздар, но сериалдың соңында постоянно осылай атым шығып тұрады. Енді 10 серия шыға ма, 11-ші, 12-ші сериялар бола ма, оның барлығын осы жігіт айтып беретін болды. Иә, Құдай қаласа сіздерге сыныптастың внутрянкасын және сыныптаста қалай болып жатыр, кім-кіммен үйленді, қандай болды, оның барлығын сіздерге өзімнің инста парақшамда бөлісіп отыратын боламын. Және де YouTube арқылы қалай табысқа шығамыз, және осы сериал арқылы қалай табыстарға шығып жүр, соның барлығын сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін парақшаға тіркеліп қойыңыздар, барлықтарыңызға рахмет. Естіңдер ма? Кәріс районнан қашып кетті ғой. Да, ну, серьезно ма? Не үшін кетіп қапты? Чё-то Гавонмен араларында бір нәрсе болған сияқты ма? Бля, енді қайтада система жалғасады ма? Білмеймін оны. Хабарласып көру керек. Пока тыныш қой, хабарласпады. Кәрістің мектебіне барып қайту керек еді. Телефон өшіп тұр ма? Оған не болды екен, брат, білмейсің бе? Короче, Габаға заявление жазып дейді. Енді содан ұялып кетіп қалды ма? Кәріс кетіп қалыпты дейді ғой. Қайтып келетін шығар. Ол болмаса мектепте қиын болады. Сол ғой, родной. Асик. Ау. Қалай ойлайсың? Кәріс не үшін кетіп қалды екен? Істеген тірліктеріне ұялып кетіп қажы. Бірақ қайда кетеді дейсің, келеді ғой, по-любому. Бля, просто қызық болып тұр да, ештеңе айтпай кеткен. Или бірдеңе бүлдіріп қойды ма? Шынымен, осыны бізге түсіндіретін адам бар ма? Түсініксіз болып кетті ғой бәрі. Кешегі тест нәтижесі. Не мынау? 30 сұрақтың 3-4-еуіне дұрыс жауап бере алмадыңдар ма? Апай, просто біз көрмеген тақырыптар келді да, е? Сонда мен түсіндірмедім ба сабақты? Жоқ әлде, сол тақырып кезінде көздерің жұмып отырдыңдар ма? Болды, апай. Енді қайталамайды. Әлімжан, мыналарға айтып түсіндірші. Уже айта шаршап кеттім. Шамам жоқ сендерге айтып түсіндіруге. Болды, апай. Әлімжаннан бәрін сұрап аламыз. Келесіде 3-4 сұраққа жауап береміз, апай. Короче, Джеги, менде 2 жаңалық бар. Біреу жақсы, біреу жаман. Қайсынан бастайын? Жаманнан бастаса, арт жақсы болсын. Жаманы Кәріс басқа мектепке ауысып кетті. Не үшін? Білмеймін. Жақсысы қандай? Жақсы? Кәріс басқа мектепке ауысып кеткен ғой. Ойбай. Ол бостан-бос ауысқан жоқ. Районда плотно косяк істеді. Болмаса Гавамен қайрайып, көйтін айып кетті. Оған біздің тірліктің қатысы бар, неге железіне ше. Айттым мен сендерге, көтімізді қысайып жүру керек еді да. Обутымызға дайындалып, сөйтіп мектеп бітіріп кетіп қалу керек еді. Енді қараңдар, алда обуты келе жатыр, Сосын Габа мен Кайраның тірлігі бар. Райондағы тірліктерін бәрін өзім аяқтаймын деп, Кәріс екі ортада кетіп қап тұр ғой. Енді ертең райондағы бір мектепке, бір балаға бірдеңе болса, жауап беретін адам керек. Мен болайын да? Мектепке жауап берейін да, қарайын да мен. Не үшін? Бірінші айттым ғой, мен болайын да деп. Саған жылдың басым еді, мен бірінші айттым ғой дейтіндей. Кішкене качество деген нәрсеге қарайық та. Мен болам. Боксқа қатысқам, күреске қатысқам, дзюдоға қатысқам, грэплингке, айкидо,
бәріне қатысқан. Танк ол саналмайды ол. Бәріне бір күннен қатысқансың сен ары кетсе. Сен бір күннен ақ барғансың саналмайды натуры. Өзім боламын мен. Районның бәрін білем. Біраз балдарыммен общение бар. Қоя бермеңдер жігіттер, мен өзім боламын. Болмайсың, сен жынсың ба? Вообще серьезно қарайық та сен районға. Серьезно қараймын ба бүйтіп? Ой, қарамай-ақ қой. Ертең район тігіп жібересің, полный сен. Сосын жүрейік сонда район документтерін турлап, есіктің алдында, мектептің алдында қап-қара машинамен адамдар келіп тұрса да. Қой бермей оны алдым. Вообще ондай әңгіме араласпашы. Мә, әкел өзіме. Ақша не болып кетті? Не былжырап кеттіңдер? Братан, бізге ақша жиналмайды деді ғой. Кім айттың? Кәріс. Кәріс бар ма мектепте? Жоқ. Не дейсің? Болды, ақша жиналады бұдан кейін. Аптасаң өткізіп тұрасыңдар ма? Братан, бұны 11 сыныптар біле ма? Олар біле ма, білмей ма, маған похуй. Болды, ақшаны кешке салып жіберіңдер ма? Барыңдар ма? Бол! Так, саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңдар. Кеңіз. Ал, таныс болыңыздар, біздің мектебіміздің жаңа заводшы Жамал Нұрғалиқызы. Мына енді сіздердің тәрбиелеріңізбен тікелей Жамал ханым жұмыс жасайтын болады, е? Танысқаныма өте қуаныштымын. Біз бір-бірімізбенен тіл табысып кетеміз деген үміттемін. Енді жиналысымыздың басты мақсатына оралайық, е? Білесіздер, қазір бізде ұбт жақындап келе жатыр. Ал біздің 11 сынып ұлдары сабақты оқысы келмейді. Кейде сабаққа қатыспайды дейді. Енді мен де айтып шаршадым, шынырек. Өздеріңде шаршамадыңдар ма? Сабақ оқитын уақыт келді ғой? Уайымдамаңыз, директор мырза. Бұдан бұлай сабақтан қалмаймыз, сабақты оқитын боламыз. Барлығын өзім қадағалайтын боламын. Үміттенем, сенем. Айтпақшы, 11 сынып оқушылар бүгін сабақтан кейін балалар үйіне барамыз. Бүгін мен біраз сыйлықтар алып қойдым балаларға. Барып, сыйлық беріп, көңіл күйлерін көтеріп, бір жағында өздеріңізде жақсы іспен айналыспайдасыздар. Түсінікті ма? Түсінікті болса, онда бүгінгі жиналысымыз аяқталды. Сабақтарыңызға бара берсеңіздер болады. Рұқсат етсеңіз, мен балаларға бір нәрсе айтсам. Жақсы. Так, балалар, мені жақсылап тыңдаңдар. Сендердің еркеліктеріңді көтер алмайды екенмін. ұбт-ны тапсырып, қолдарыңа аттестат алғанша, менің айтқанымды екетпей орындайтын боласыңдар. Ал одан кейін не істесеңдер де өздерің біліңдер. Түсінікті ма? Ойналатын Захарын жашты ғой. Апай, 11-ші класспыз ғой? Еркелеуге болатын шығар бізге? Жарылқасын Манас, мысық, соңғы пробный тестта математикадан 5 балл алған, бишара, топас. Сені анаң оқысын, білсін деп, таңнан кешке дейін базарда тұр. Әкең таңнан қара кешке дейін электросетте жұмыс істеп жүр. Сенің қанша бал алып жүргеніңді, қандай баға алып жүргеніңді айту керек па? Сот шешімі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бап 1 тармағы бойынша күдікті Сақыпбек Ғалымжан Маратұлы барлық қылмысын толық мойындады. Бұрын істі болғандығына байланысты сот шешімімен Ғалымжан Маратұлы 7 жылға бас бостандығынан айырылады.
Апай. Бүгін сабақ өтпей қойшы, апай. Үндемей әңгімелесіп отыра берейік, шуламаймыз. Вот, апай, шынымен ше, егер шулайтын болсақ, сабақ өте саласыз, апай, пожалуйста, бір-ақ рет. Жарайды онда. Шуламаңдар. Шуламай тұрыңдар. Рахмет, апай. Біздің апай ше, негізі алтын адам ғой ше. Ана басқа апайлар күміс, қола, металлым ғой әшейін ше. Сен осындай апай көрдің бе сен? Бірінші рет көрдім бұндай апай ше. Апай, сізге бір нәрсе айтайын ба? Жер мен аспан таласып қойған ғой. Кім әдемі деп. Сөйткенде аспан тұрып, айды көрсеткен ғой. Жер тұрғанда сізді көрсеткен ғой. Сөйтіп жер өтіп кеткен ғой, апай. Сіз анау розовый көйлегіңізді киіп барғансыз ғой еще. Біздің апай ана розовый көйлегін әшейін жібере салса, розовый көйлек ағытып қояды ғой. Жарайды. Онда әңгімелесіп отыра беріңдер. Шуламаңдар. Мен журнал толтырайын. Болды, апай. Толтырып отыра беріңіз біз. Әңгімелесіп отырып. Айсұлу, біз жеке қалдыра аласың ба? Жарайды. Қалайсың, Мадина? Болады өзіңде. Ағаң жағдай жақсы ма? Кеше үйге шығарған. Анам екеуміз қарап отырмыз. Дәрігерлер не деп жатыр? Аяққа тұрып кетуі мүмкін ба? Қызық, негізі... Мадина! Ана Шекризатты айтам. Оған оңай көнген жоқ. Балашысын көнді, мақыл деді. Оңай емес оғанда. Ой, апай, Шекризаттың негіз бір ой бар оның ше. Ол білдей бір Бинапы холдингтің бастығы емес па, Мунур дейтін анау. Оның баласы дейтін ортада әшейін сылтау болып тұрған сияқты. Білдей бір холдингтің бастығына махаббат не керек? Бір көңілі ауып қалған жерлері болған шығар енді. Ана, Бурхан бейді айтам, ақшасы бар ғой. Шекризатқа ақшасын бере салғанда бұндайға бармас еді. Мен бұны 10 рет көріп садым ғой. Ойбай, апай, кәм қоймай қойдыңыз ғой тегі. Шекризат досыңыздың туысқаныңыз емес па? Кәм адвокат ұқсап қорғап отырсыз ғой оны? Бұл сериал менің кезімде шықты. Сендер енді ғана ғой келген. Ал енді араларыңда Бериван көрген бар ма? Ой, апай, сабақ өте берекші одан да. Қазір Бериванда Дуран үшін тағы қырылыс қылайын деп тұр көзсіз бен? Ё-мое, базар жоқ. Сериалға жатыпсыңдар ғой, Ай, жарайды онда. Келесі сабақта жалғастырайық, жарай ма? Сөйтейікші, апай. Сәлеметсе. Маған 9-шы сыныптан жоғары қарай ұл балалардың тізімі керек. Соны тездетіп жасап алып келсеңіз. Жақсы, қазір. Мадинамен сөйлестің ба? Қайраң жағдай алайын. Сол жағдай қиындау болып тұр. Кеше хабарласқам. Чолам, не отыр? Жігіттер, естіген шығарсыңдар, Кәріс мектептен кетіп қалды. Естіп отырық. Бағана сабаққа келе сап сендерді көрмей тұрып осы жаңалық келді ғой, бірінші болып. Не үшін кетті? Бір нәрсе білдіріп қойған ба, или ешнәрсе айтпады ма? Білмеймін. Районда бардақ өте көп. Кайраны біреулер ұрып кеткен, атыс болған дей ма? Түсініксіз, короче. Қайран ұрып кеткен дейсің ба? Еще инвалид болып қалған ғой. Кім оларды ұрып жүрген? Біздің районда оларда мықты жүретін біреу бар ма еді? Братан, сендерге бір әңгіме бар еді. Айт. Анау 10 сыныпқа қарайтын Бексұлтан деген жігіт бізге ақша жинасын деп жатыр. Кім ол? Бексұлтан деп тұр ғой, ондағы. Ағаң әңгіме тыңдамайтыны бар арасында. Братан, сендер айтып едіңдер ғой мектептен де ақша жиналмайды деп. Не үшін жинап үшіндер? Біз айттық, бірақ Кәріс кетті, енді ақша жинау қайтадан басталады дейді. Сендерді признавать етіп тұрған жоқ. Осыны 11-лер біле ма деп едім, тоқылмаған деді ғой. Сонда бұлар Кәрістің бір өзі істеп жүрді ойлап жүр ма, Или Кәрісті ғана признавать ете ма? Ой, малау. Тура сөйтіп айтып тұр ғой дәл қазір. Естіп тұрсың ғой. 11-лерге похуй дейді.
Сонда бұл ондарда жай кішкентай габалар өсіп келе жатыр ғой, Сонда болып тұр ғой. Бірақ именно сол ондағы габаға мен шамам жетеді ғой. Шашын алам ғой, тұрғызып қойып, бірінен кейін бірінші. Жігіттер, бірінші ана балалар үйін бітіріп алайық. Ондармен сосын сөйлесеміз да. Бар, 11-лер береді деп айт ақшаны ондарға. Все, хорошо. Ақша жинамаңдар сосын. Бет жай ма? Не үшін келді екен, но? Габа жіберген шығар. Қайра братандарың больницаға түсіп қалып ақша жинаңдар. Бұлар сәл аяқтар жырып тізесі қанап қалса ақша сұрай беретін болды ғой. Кеттік бар. Общий салам, жеге. Что там, жай жүрісіне ұрдым? Өстіп қоғанда, короче, жігіттер, райондағы соңғы отқан жаңақтарды естіп отқан шығарсыңдар. Қайры инвалид болып қалды. Кәріс районнан кетіп қалды. Габа сотталып кетті. Соның бәрін түсінбей атқан шығарсыңдар, сендерге соны ескертуге, түсіндіріп кетуге келдім. Бірақ Габа сотталып кетті ма не? Братан, Кайраны кім сындырып тастады? Полицейский менен көріп алдында тергеуге алып кеткен. Короче, ол былай ғой. 22, 23, 24, 25, 26. Все, барлығы түгел ғой, Иә, түгел сияқты. Түгел сияқты? Түгел деп алайық, қазір барасы жетпей қалмасын. Аха, жарайды. Саламатсыз ба, қалайсыз? Жақсы. Қалай, кабинетіңізге орналастыңыз ба? Орналастым, жайлы екен. Жақсы. 11 сыныптар мектепте ма? Осында жүр барлығы. Жарайды. Онда қазір 5 минуттан кейін автобус келеді. Жаймен деп уже подаркалердің барлығын шығара беріңіздер. 11 сыныптың барлығын автобусқа мінгізе беріңіздер. Қай балалар үйіне барамыз? Қазір, Кәрістің соңғы айтқан сөзі. Братан, бедик. Мен ақыр районнан кетіп бара жатырмын ғой. Ben бұл жақта жүрмеймін. Давай сенің орнынан заявление мен жаза салайын. Сөйтейікші, братан. Ең сен көтер. Өзім реттеймін. Бәсе, соң кезде өзімен өзі болып кетті ғой. Қайрадан өшін алған екен. Братан, сонда Кәріс районнан кеткен болса, еще жаз жүрген болса, терпил болып кеткен екен онда, Қуасың ба сен? Істесе район үшін істеді ғой. Терпила? Терпила емес ол. Че там, братан, районға өзің қарайсың менде? Жоқ. Районға қарайтын не бір здравый жігіттер бар ғой районда. Солардың біреуі қарайды. Районда енді бұрынғыдай жолды қуғым келіп тұрған жоқ. Сосын каждың өздерің мектептеріңе ответ беріп жүрсеңдер, барлығы жақсы болады ғой. Соның барлығын сендерге ескертіп кетуге келдім. Не алып тұрсыңдар? Тасыңдар ана сыйлықты тездетіп, уақыт болды уже. Все, братан, жақсың да. Жақсы. Adası meken anası Аң еке шаңда қараусыз Қалдырмаушы еді-ау баласын Жетімнің көзі жас екен Удан да дәмі аш екен Әкенің мұзба жүрегі Ананың бауыры таспеген Аңсатқан жанды ағарма Жас болып аққан жанарда Сәбидің бәрі бақытты
баққан жалғанда, анадан жақын жан бар ма? Арманда мекен анасы, жанында жүрген жандарда. Айша? Жаным. Қалайсың? Не істеп жүрсіңдер мұнда? Роза тәте осында бола тұрыңдар деді. Алихан ағаң қайда? Алихан аға осында жүр. Иә, жаным. Мына сыйлық саған. Рахмет аға. Ой, жаным. Аға, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Иә, сұрай ғой, жаным. Менің анамды көрген жоқсыз ба? Аңсатқан жанда қарма, жас болып аққан жанарда. Айша, сен мұнда не істеп жүр? Жүре ғой, жаным. Болу үшін жаралған, Келіңіз. Алихан, саған ағаң кеп тұр. Қайғы? Қалайсыз? Саған доп алып келдім. Футбол жақсы көретін едің ғой сен, Иә, бұнда не сөз тұр? Қарсы аға да келді ма? Қарсы аға... Қаз бір минутынан қой келейін. Келші! Болып. Сол, қарсы ағаң мектептен кетіп қалды. Бірақ келетін шығар, мен солай ойлаймын. Түсінікті. Алихан, сендер онда не істеп жүрсіңдер, қалай келдіңдер бұл жерге? Той, Мақпал балаларды маған аманат етіп тастап кетті. Қалай түсінбейсің, балаларды қалай далаға тастаймын мен, Айдос? Роза, басың сыйма сенің? Басың сыйма сен, Роза. Біреу емес, екеуін бірдей алып жетіп кепсің мында. Қайтып асыраймыз ертең ана екеуіне. Мен айлығыма сенің осы ма, Роза? Бар жоқ 100 мың теңгеге тамақ аламыз ба, ертең кредит төлейміз ба? Мысықтың көзінде ғана 100 мың теңге. Сенің осы пейіліңнен ғой балалар бермей отырған бізге. Ештеңе білмеймін, Роза. Ана екеуін ертең көзін құртатын бол. Шаруам жоқ. Құдай әр баланы өз неспесімен береді, тас жүрек десе. Алихан, отам, сен Айшаға жақсылап қарап жүр. Мен аздаған жұмыстарымды бітірейін, содан соң міндетті түрде алып кетемін. Уәде бересіз ба? Уәде беремін. Жүріңдер ішке кірейік. Асига, қарсаған көрсеңіз ұнамын бере саласыз ба? Айша қарсағама деп өзі салып өт. Иә, жаңа басында айтқан осы болатын, дәл осы жер. Тіркеліп қой.